Assalamualaikum dostlar, қалдарыңыз қалай? Дубайда келесі күнімізді жалғастырамыз. Бүгінгі күнімізді сіздерге тиімді жеңіл жолдарын қарастырып, шомылу пляжды сіздерге көрсететін боламыз иншалла. Малауза Эмиратс деген жерде тұрмыз. Осы жерде артымызға қарайтын болсаңыздар, ең тиімді арзан жолы Кейт Бридж деген жерде шомылатын жерге барамыз. Ол жерде 81 деген автобус барады. Біздер келдік шомылатын жерге, Кейт Бридж деген жер. Мына мешіт Алитровкасы, Артизан деген кафе, Холмскюл 3 деген жер. Мынау минареттің алды. Давай. Вертолет қонатын жер. Сондай ыстық. Сондай. Декабрь айында бізде қар жауып, Қазақстанда осылай болса, мына жақта өте күн ыстық. Мына тұзды судан кейін міндетті түрде шомылмасаң үстің быт-шыт болады. Құтқарушылар, мешіт бар, ана флагтың астына душ бар. Мынау Дубайдың суына шомылғаннан кейін теңізде міндетті түрде душқа түспесеңіз, теріңіз түсіп, как жылан болады екенсіз ғой. Сенесіздер ме? 1 сағат шомылған өзінде теріміз түсіп жаман болып кетті. Сондықтан міндетті түрде душқа түсіп алған нұр үстіне нұр болады екен. Естеріңізде болсын. Жалаң аяқ. Адамдардың шомылатын жерлері, арнайы душ орындар. Мына жерде әдемі істеп қойған екен. Как жүгіресіздер, жасыл жолақтағы жұмсақ, мына жақ ағаш істеп қойған. Керемет. Осылай душқа түсеміз. Неге біздер шомылып алдық? Олар шетел болып жүгіріп жүр ғой, спортсмендер. Мешіттерінің заводын сондай керемет. Екі нәрсені түсіндіріп өттік. Ақшасы барлармен келетін болсаңыз, мына жерде мынау яхталар бар, ана жақта көрініп тұрғандай, сонымен бірге вертолеттер, парашюттармен секіріп түсуге болады. Барлығы қарастырылған. Жалпы егерде орта темппен келетін болсаңыз, оларды қарастырылған әртүрлі жайттар. Егерде ақшасы жоқтар болатын болса, бұл жерде де тегін шомылып, солай көріп қайтуға болады. Өз таңдауыңыз, өз еркіңізде.